Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Асия. Сіздерді өз арнамда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін сабақта сіздермен өздеріңіз көріп тұрғандай осындай гүл брелок тоқып үйренетін боламыз. Бұл брелок менде инстаграмдағы оқырмандарымның өтініші бойынша түсірілейін деп тұр бұл сабақ. Сол үшін видеоны бастамас бұрын міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыз. Және маған пікір білдіріп жатқан, жақсы пікір білдіріп жатқан қыздарға алғысым шексіз. Сіздер қазақша контенттің дамуына, менің каналымның алдыға жылжуына үлес қосып жатсыздар. Сіздерге Аллах разы болсын, берекеттеріңізді арттырып қойсын. Дайын болсаңыздар, бисмиллахпен бастаймыз. Алдымен керекті құрал жабдықтарды таныстырып кетейін. Бізге ярн нарцисс джинс жібі қажет болады, немесе болмаса басқа да жіптердің түрімен қалып қалған астатық жіптеріңізбен де тоқи берсеңіз болады. Мен жағдайымда сол ярн нарцисс жібінің осындай астатық жіптері қалып қалған, осы жіптермен тоқитын боламын. Сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген түсті үйлестіріп жасай берсеңіздер болады. Және ішін толтыру үшін наполнитель, трикотажный заттарды төгуге арналған ине, 2 мм крючок немесе 2,5 мм крючок және қайшы қажет болады. Дайын болсаңыздар, бисмиллахпен бастаймыз. Гүлдерімді былай алып қояйын, кедергі келтірмес үшін. Мен бір үлгісін жасап дайындап қойдым. Мінекей, іш жағы нәзік розовый, сырты қанық түстен болып тұр. Осыны қалай тоқу керек екенін көрсетемін қазір. Ортасына арналған жібіңізді алып, осылай саусағымызға орап, бір орам жасаймыз, кольцо амигуруми жасаймыз. Қысқа жіптің сол жақ қолымда, жұмыс жібіміз, ұзын жібіміз, жұмыс жібі, ол оң жақ қолымда тұрады. Енді осы кольцоны айналдыра 5 столбик без накида тоқуымыз керек. Яғни крючогымызды кольцоның ішіне кіргізіп, осылай жұмыс жібін алып шығамыз. Алып шығамызды 1 столбик без накида тоқимыз осылайынан. Тағы да крючогымызды шеңберінің ішіне кіргізіп, жұмыс жібін алып шығамыз. Крючокта екеуін бірге тоқимыз. Бізде 2 столбик без накида болды. 3, 4 және соңғы 5-ші столбик без накида. Енді кольцоны бекіту керекпіз. Мынау қысқа жібін тартып, осылай ортасын бекітіп аламыз. Маған бір оқырман жазған екен, тым тез тоқыватсыз, асықпай көрсетіңіз деп. Сол үшін барынша асықпай көрсетуге тырысамын. Іштеріңіз пысып кетпесін. Осы жерден біз шеңберді соединительный петлямен бекітпей тұрып, осы жерге белгі қойып аламыз. Маркер немесе маркердің орнына мен осындай маркер ретінде жіп қолданатын боламын. Келесі қатарға өтеміз. Бізде 5 столбик без накида тоқылды ғой шеңбердің ішіне. Енді келесі рядқа өтеміз. Мен жағдайында осы бірінші петля. Көрініп тұрады өзі, Былай тұрса, мына жақта тұрған петляға столбик без накида жасаймыз. Бұл қатарда біз әр петляға 2 столбик без накидадан, яғни прибавка жасайтын боламыз. Әр петляға 2 столбиктан тоқып шығамыз. 5 рет прибавка болады. Біріншісін тоқыдық, екіншісі дәл сол петляға, үшіншіні келесі петляға, төртіншісін дәл сол петляға, бесіншісін келесі петляға, алтыншысын дәл сол петляға, жетіншісін келесі петляға, сегізіншісін дәл сол петляға, тоғызыншысын маркер тұрған петляға, оныншыны дәл сол жерге. Бізде 10 столбик без накида болды. Енді маркерімізді осылайынан қойып аламызды. Келесі үшінші рядқа өтеміз. Бірінші рядтың басы прибавкамен басталады. 1, дәл сол жерге екінші петля. Екінші столбик. Үшінші столбик
келесі петляға, 4-ші столбик келесі петляға, 5-ші столбик сол петляға. Яғни бізде прибавкалардың арасында бір столбик тоқылады. Жаңа біз прибавка тоқыдық, бір столбик, прибавка, келесіде бір столбик, келесі петляға, прибавка, келесі петляға бір столбик, келесі петляға, прибавка. Прибавка бізде бір петляға 2 столбиктан тоқу. Мынау прибавка болу керек. Бір столбик келесі петля, прибавка, және соңғы бір столбик. Соңғы бір столбик. Бұл жерге соединительный столбикпен осылай бекітемін. Және жібімізді қиып, осылай жібімізді шығарып аламыз. Осындай шеңбер болды бізде. Маркерімізді ала тұрамын. Келесі этап бізде гүлдің жапырақтары. Отырған лепестоктар ма? Сол лепестоктарында оқитын боламыз. Мынау соединительный петля жасаған жерге крючогымызды кіргіземін. Гүлдің өзін жасайтын түсімізді алып, басқа түспен яғни, осылай шығарып алам жұмыс жібін. Және мына жіптерді мен арасына қосып тоқып жіберемін, қалған жіптерін. Осы жерге бір воздушный петля тоқимын. Бекітілді. Біреу тағы да 6, мынадан бөлек 6 воздушный петля тоқимын. Барлығы 7 воздушный петля болады. Біріншісін тоқыдық. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 7 воздушный петля тоқып алдық. Енді сәл былайынан бұрып қарайтын болсақ, мынау былай косичкалар көрініп тұр ғой. Енді соны сәл былай артқа қарай көретін болсақ, арт жағын. Арт жағында мінекей мынандай осындай бір петлялар тұр, көріне ма қазір? Кішкене фокус. Мінекей мынау петлялар, мынау петля, мынау косичка. Соны айналдырған кездегі мынау петлялар. Осы петлялардан алатын боламыз. 7-ші воздушный петля тұр ғой, 7-ші. Сол 7-ші петляның өзінде мынандай тұр. Қатты тартып тоқымаңыздар. Оңай тоқылу үшін, осы петлялары көрмей қалмас үшін, жіп әліп ала қалмас үшін осылай бос тоқып керек. Бір петля шығарып алдық, және соның жанында тұрғаннан одан кейінгісінен осылай барлық воздушный петляның арт жағындағы петлясынан осылай жұмыс жібін шығарып крючокқа іліп отырамыз. Менде 2, 4, 6, 7, 8-шісін қайтадан айналдырамыз да, былай қарап тұрып теріп алдым ғой. Қайтадан алдыға айналдырып, мынау тұрған петляның өзінен бірінші тұрған алдыңғы жағынан. Сол жерден 8-шіні іліп алам, және 8-шісін іліп алдық. 9-шысын петля крючокта 2, 4, 6, 8 тұр. 9-шыны осы жерге қайтадан кіргіземін крючокты. Жұмыс жібін алып шығамын. 9 болды, Енді әр қайсын 2-2-ден тоқып шығамын. Крючокқа жұмыс жібін ілеміз. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Міндетті түрде 2-ден тоқыңыздар. 3, біреу артық кетіп қалмасын. 2-2-ден, осылай болды. Енді бір воздушный петля теріп аламыз. Бір воздушный петля жасадық. Енді мінекей көрініп тұр уже петлялар, Осы петлялардың әрқайсынан тағы да теріп аламыз. Осы воздушный петля жасағанның артындағы петлядан аламыз бірінші. 2 крючокты, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болды. 10-шыны осы жерден аламыз. Тағы да
біз бағана крючокта бізде 8 болған, бұл жолы 9 бір петляға прибавка болды, иә. Дәл осы жаңа тоқыған жерден жұмыс жібін шығарып, 13 петляны шығарып аламыз да. Осылай 2-2-ден тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рет тоқып шықтық 2-2-ден. Тағы да бір воздушный петля, бірақ енді біз прибавка жасамаймыз. Яғни воздушный петляның артындағы петлядан алмаймыз, одан кейінгі петлядан аламыз. Ол бізде былай ғой, мінекей мынау бас жақтары доғал болып тұру үшін жасалған мына жерде жаңағы бір прибавка. Мына жағына келген кезде де бір петля убавка жасайтын боламыз. Мінекей 2 болды. Үшіншісі 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді осы 9 петляны жоғалтпай тоқитын боламыз. 9 петля крючокта, 13 петля мынау келесі тұрған петлядан аламыз. Тағы да 2-ін бірге 1, 2-ін бірге 2, 2-ін бірге 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы да воздушный петля. Мынау петляға тиіспейміз, воздушный петляның артында, одан кейінгі петляға. 1, 3 болды. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы да дәл осы петлядан аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы да бір воздушный петля. Мынаған тиіспейміз, одан кейінгіге. 1, мынаумен 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді келесі петляға жұмыс жібін алып шығамыз келесі петлядан. Тағы да 9 рет тоқып шығамыз. Мына жерге 2 қатар, мына жерге 2 қатар, және соңғысына 2 қатар. Яғни 3 петляда бір лепесток болады. Тағы да бір воздушный петля. Енді осы жерде убавка жасаймыз. Міне, бір петляны тастаймыз, одан кейінгі петляны да тастаймыз, одан кейінгі үшінші тұрған петлядан аламыз. Міне қараңыз, мына воздушный петляның артында тұрған бір петля, одан кейінгі петля, және одан кейінгі үшінші тұрған петля. Көріне ма? 1, 2, 3. 2 болды. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 негізі 9 болды бағана орталарында, я. Мына шетінде 8 болды, басында 8 болды, және лепестоктың аяғында 8 болады. Тура осылай қалған лепестоктарды тоқимыз. Дәл осы жерге тоқимыз. 9 рет тағы да. Жоқ, 8 рет. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рет тоқыдық. Енді воздушный петля жасамаймын. Мына жерде тұрған петляға тиіспеймін. Одан кейінгі петляға крючогымды кіргізіп, соединительный столбиктармен мына жаққа дейін жету керек, басына дейін. 1 жасадым, 2 жасадым, 3 жасадым, 4, 5, 6 рет соединительный столбик жасадым. Жетіншісін дәл осы жерге жасаймын. Бізде бір лепесток дайын болды. Енді келесі лепестокты тоқимыз. Ол үшін дәл осы жерден
7 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міндетті түрде қыспай бозырақ тоқыңыздар. Осы 7 воздушный петля тоқыдық. Енді бізге крючокқа 7 петля ілу керек. Теріс жағынан біреу, крючоктағымен 2 болды. 3, 4, 5, 6, 7 және 8-ші петля. Мынау воздушный петляның алдыңғы жағынан ала берем. Осылай бізде крючокта 8 петля болды. Енді келесі лепесток болған үшін келесі петляға жұмыс жібін крючогымызды кіргізіп жұмыс жібін алып шығамыз. Тағы да 2-ден тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бір воздушный петля. Осы воздушный петляның артындағы петлядан шығарамыз. Және міне көрініп тұр уже. Мынау мінекей. Мынау осы петлялардан тағы да теріп алып шығамыз. 2 болды. 3. Бұл жолы бізде крючокта 9 болу керек. Яғни прибавка жасадық қой жаңа. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петля крючокта, 13 петля. Дәл осы жерге кіргіземіз. Осы жерге тоқимыз. 2-ден бізде 9 рет тоқуымыз керек. Әлде 8 рет. 9 рет. 1 рет тоқыдық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рет екен. Тағы да воздушный петля жасаймыз. Бірақ воздушный петляны артындағы петляға теспейміз, одан кейінгі петляға жасаймыз. Тоқимыз, яғни прибавка жасамаймыз. 9 столбикті жоғалтпай тоқып отыруымыз керек енді. 9 петляны. 3, 4, 5, 6, 7, 8 және соңғы 9-шы. 10-шы петляны мына жерге келесі петляға тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы да воздушный петля. Мынау петля воздушный петляның артындағы және одан кейінгі петляға тоқимыз. Крючокта 9 болу керек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Және дәл осы петляға тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі қатар. Бір воздушный петля. Әдеттегідей. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 петляны келесі тұрған петлядан тоқимыз. Біз 5 қатар тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар тоқыдық. 6-шы убавка жасаймыз. Бір воздушный петля. Воздушный петляның артында тұрған петля. Одан кейінгі петля. Және одан кейінгі петляға одан кейінгі петлядан аламыз. Бізде бұл убавка. 2 болды. 3, 4, 5, 6, 7,
8 болды. 9-шыны мынау тұрған петлядан аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рет тоқыдық. Воздушный петля жасамаймыз, соединительный столбиктармен мына жаққа дейін бару керек, басына қарай. Мынау тұрған петля, одан кейінгі петляға соединительный столбик жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жетіншіні дәл сол жерге. 2 лепесток болды. Енді үшінші лепесток 1, 2, 3-еуіне, төртінші лепесток 1, 2, 3-еуіне, бесінші лепесток 1, 2, 3. Осылай 3 петляға 1 лепестоктан тоқып шығамыз. Дәл осы видеода көрсеткендей. Барлығын тоқып болыңыздар, сол жерде кездесеміз. Неке қыздар, мен барлығы лепестокты тоқып болдым. Енді соңғы этап, соңғы лепестоктың соединительный столбикпен бекітуі қалып тұр. Осылай соединительный столбиктармен бекітіп аламыз да тігетін боламыз. Егер қыздар түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде сұрасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Түсінбеген жеріңізді түсіндіріп беруге тырысамын. Және мына жерде арасы осылай ашық болып қалмас үшін, мынау тұрған бірінші тұрған петляға соединительный столбик жасаймын тағы да. Және жібімізді тігуге жететіндей етіп қиып аламыз. Осы шет қалған шығар. Неге тігуге қиып алған жібімізді, иінемізді өткізіп, осылай тұр ғой екеуі, екеуін де дайындап алғаннан кейін осылай біріктіріп тігетін боламыз. Сырт жағы, мына жақта да сырт жағы. Так, мен былай жасаймын. Мынау косичкалар көрініп тұр ғой мінекей, соның тек біреусінен ғана аламын. Яғни мынау шетіндегісінен. Біріншісі. Және мына гүлді де дәл солай жасаймын. Шетіндегісінен, косичка, шетіндегісінен, және мына жақтан да дәл солай. Телефонның жарығы сөніп қалды, көріне ма, көрінбей ма білмей тұрмын. Вспышкамен түсіріп жатқан едім. Телефон қысып кетіп жатыр. Сол үшін качествосы кішкене көрінбей тұрса кешірім сұраймын. Неге осылай? Екі гүлден де шеткі стенкаларынан алып, осылай тіге береміз. Тура осылай барлық гүлді тігіп шығамыз, тек осылай бір шетін ғана қалдырамыз, тікпей, неге өйткені ішіне наполнитель салу үшін, басқа лепестоктардың барлығын тігіп шығамыз дәл осы тәсілмен, немесе өзіңізге ұнаған тәсілмен де тіге берсеңіз болады.
неке қыздармен тігіп наполнитель салып қойдым жартылай. Соңғы лепестогы қалды, сол жерге осылай кигіземіз. Мына жақтағы лепестоктарға қайшының көмегімен салсаңыздар болады. Ой, не шығып кетті. Осылай қалған жерін наполнительді осы кішкентай жеріне кіргіздім барлық лепестогына. Енді сол жерді бекітеміз. Ортасына ғана салудың қажет жоқ, тек гүлдердің өзіне ғана, иә. Толықтай тігіп, жібін осылай ішіне кіргізіп артық жерін қиып аламыз. Гүліміз дайын. Енді арасынан бір жерінен мына жерге жасайық. Бауын жасайтын боламыз. Осылай воздушный петлялардың көмегімен осылай кіргіземін де. Осылай воздушный петлялар өзімізге қажет ұзындыққа дейін тоқып шығамыз. Мына жерде мен наполнительні қатты толтырып жіберіппін, сол үшін кішкене араларынан тесіктерінен көрініп тұр. Қатты толтырмасаңыздар, мыналар сияқты бір аса білінбей тұрар еді. Мен негізі 40 воздушный петля аламын. Жерде қазір санамадым. Примерно көз мөлшермен тоқитын боламын. Осы болатын сияқты. Енді дәл осы жерге қайтадан бекітеміз. Шығып кетпес үшін екеуін бір байлаймыз. Ой. Енді арта шөбін ішіне жасырамыз. Осымен біздің гүл брелогымыз дайын. Осындай әдемі болып шықты. Өзіңізге, қызыңызға, жақындарыңызға әдемі түстерінен үйлестіріп тоқып берсеңіз болады. Мына жерде бір нәрсені айтқым келіп тұр. Мына 2 мм крючокпен, мына жерде 2,5 мм крючокпен тоқылған. Өздеріңізге керек мөлшерде, үлкендікке қарай крючокты таңдасаңыздар болады. Осылай. Мен мастер-классымен тоқыған болсаңыз, міндетті түрде мені белгілеп кетуді ұмытпаңыз. Ал егер түсінбеген жеріңіз болса, комментарийда сұрасаңыз, мен сізге жауап беретін боламын. Немесе Инстаграм парақшамда сұрақтарыңыз болса, немесе сол жерде белгілеп кетсеңіздер, өте қуанып қалар едім. Осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Соңына дейін бірге болсаңыздар, сіздерге көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Келесі сабақта кездескенше, ассаламу алейкум.